егер сіздің зарыңыз көпірік болып көпіршіктеніп кетіп жатса, значит сіздің жаңағы, егер ол қан болатын болса, жүкті әйелдерге де айтамыз, аяғыңыз жылы болсын. Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгін бізде нефролог маманмен екінші тақырыбымыз, яғни екінің бірінде кездескен, әр қайсымыз өмірімізде бір рет болсын ауырған цистит ауруы жайлы кішігірім талдап өтейік. Назым Айдылбековна, осы цистит дегеніміз не? Сол жайлы айта кетсеңіз. Жалпы цистит дегеніміз қуықтың қабынуы. Қуықтың қабынуын негізі біз цистит ауруы деп айтамыз. Жалпы енді цистит болған кезде науқастардың көптеген шағымдары болады. Ауру сезімі, кіші дәретке барған кезде толығымен шықпауы, кіші дәретке отырып келгеннен кейін әлі барғысы келіп тұратын сезім, ашу сезімі, және де кіші дәретке үзіп азаздан жиі баруын осындай клиникамен науқастар шағымданып келеді. Жалпы цистит болған кезде науқастар көбінесе нефрологқа, болмаса терапевтке, болмаса урологқа келеді. Осындай менде осындай шағымдарым бар деп. Жалпы біз енді анализдердің бәрін қарап отырып, енді қуықты ультрадыбыстық зерттеуге жібереміз. Сол жерде бізге узист айтады, маман айтады, остаточный моча дейді ғой, енді қалдық зәр қалды ма, қалған жоқ па, соны айтып береді, айтады негізі. Жалпы егер қуықтың жаңағыдай басқа да қатерлі ісік аурулары болмаса, цистит негізі емдеуге болатын ауру болып табылады. Жалпы цистит көбінесе енді әйел адамдары жиі ауырады. Жас тұрмысқа шыққаннан кейін көбінесе қуықтың қабынуы болып жатады. Екіншіден босанған әйелдерде болуы мүмкін. Және де егерде әйел адамдарда босанулардан кейін жаңағы опущение матка дейміз ғой, жатырдың төмен түсіп кеткен кезде цистит болуы мүмкін. Жалпы вирусты бактериалды инфекциялардан кейін болуы мүмкін. Және де жергілікті иммунитет төмендегенде де осы ауру болуы мүмкін. Жалпы циститті емдеу үшін жаңағы біз алдымен анализдерді тағайындаймыз, УЗИ жасаймыз. Одан кейін біз айтамыз, сіз егерде консервативны емге көнбейтін болса, онда біз айтамыз инсоляция, мочевой пузырь дейміз. Инсоляция деген несебағарға мочевой катетер арқылы, түтікше арқылы местно сол жерге антибактериальный терапияларды жасап, 3 пен 10 күн арасында курс терапия алады науқастар. Сөйтіп жаңағы қуықтың бәрін толығымен жуып, местно иммунитетін көтеріп, физиолечение қабылдап, осы аурудан толығымен айығып кетуге болады. Рахмет. Неге бұл ауру өте көп тараған және неге әйел адамдар, ер адамдардан жиірек ауырады? Енді сұрағыңыз өте орынды сұрақ. Жалпы әйел адам тұрмысқа ең алдымен шыққан кезде алғашқы жаңағы половой контакт дейміз ғой. Жаңағыдай половой контакт болған кезде ол жаңағы ер адаммен қосылғаннан кейін бактериялармен кездескен кезде, сол кезде жаңағы цистит болуы мүмкін. Ең алдымен әйел адамдарда. Жас қыздар тұрмысқа шыққаннан кейін. Екінші, бала босанғаннан кейін болуы мүмкін. Жалпы жаңағыдай гормональный фон дейміз ғой, енді әйел адамдарда етек кіріп келеді, гормональный фон кезінде де өзгерістер болуы мүмкін, ол да әсер етуі мүмкін ондай фон. Жалпы бактериалды вирусты инфекциялардың дұрыс емделмеуінен болуы мүмкін. Одан кейін жаңағы инфекцияның салдарынан болуы мүмкін. Жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекциялар бар ғой, сол инфекциялардың салдарынан болуы мүмкін. Жалпы егерде зәр анализінде бактерия бола беретін болса, оны біз міндетті түрде емдеуіміз керек. Егер біз оны емдемейтін болсақ, толығына дейін ол қайталана беруі мүмкін цистит. Одан кейін енді біз әйел адамдар келген кезде біз бірінші уролог маманына және гинеколог маманына жібереміз. Оны бірге қатар емдеу керек кездер болады. Жалпы бір жақты емес, оны жан жақты қарастырамыз. Рахмет. Осыны халықта барлығы айтып жүреді.
аяғынан суық өткен кезде цистит болып қалатын болдым деп. Осы аяқтан суық өткенмен циstiттің қандай байланысы бар? Жалпы енді жалпы негізі бүйрек былай бүйрек, несебағар болсын, қуық болсын, олар жылы нәрсені жақсы көреді. Көбінесе аяқ жылы, біз науқастарға айтамыз, жүкті әйелдерге де айтамыз, аяғыңыз жылы болсын, аяғыңызға нәски киіп жүріңіз, мұздай су ұстамаңыз, кондиционердің астында отырып қалмаңыз, мороженое, сондай жаңағы мұздай нәрсе ішпеңіз. Өйткені бұның бәрі көбінесе мысалы осы пилонефрит болсын, цистит болсын, көбінесе ангинадан кейін болуы мүмкін. Стрептококковый инфекция дейміз, оның қоздырғышы. Жалпы көбінесе емделмеген ангинаның салдарынан жиі болуы мүмкін. Сол себептен біз циститі болатын науқас болса, тамағым ауырады, ангина болады, мен анамнан сұрастыра келгенде менде көбінесе ангинамен бір жылына 5-6 рет ауырам дейтін болса, онда біз бакпасевизева дейміз ғой, тамағынан да жағынды алып, оны да лабораторияға жібереміз, бактериологиялық лабораторияға жібереміз. Өйткені бұның бәрінің қоздырғышы бір болуы мүмкін. Екіншіден, аяқты жылы ұстау керек. Көбінесе иммунитетті қалыптастыруымыз керек біз. Егер адам көп антибиотик беталды іше берсе, ол жердің микрофлорасының бәрі өзгеріп кетуі мүмкін. Сол себептен біз местный иммунитет дейміз, жергілікті иммунитетті нығайтуымыз керек. Жергілікті иммунитетті нығайтсақ, бұндай жаңағыдай пилонефрит, цистит ондай болмауы мүмкін. Және осы цистит кезінде зәрі қызғылт түс болып, қан араласы шығып жатады. Бұл неге қан араласы болады және бұл қауіпті ма? Жалпы ол циститтің түрлері болады, ол геморрагический цистит деп айтады, қанмен араласып жүретін. Ол кезде де науқастар шағымданады, мен кіші дәретке барған кезде жаңағыдай зәрімнің түсі өзгеріп тұр, қан араласып тұр деп айтады. Ол кезде де енді біз бәрін егжей-тегжейлі зерттейміз. Ол неге мысалы зәрі қан араласып тұруы мүмкін. Бізде біз енді клиницист болғаннан кейін біз ойлаймыз, значит, бұл жерде туберкулез почек дейміз ғой, біз туберкулез почкаға анализ аламыз. Зәр анализін алып, лабораторияға жіберіп, топ институттарға оны жібереміз. Егер жиі осылай қан араласып жүре беретін болса, және компьютерный томография жасаймыз бүйрекке. Бүйректе өзгерістер бар ма, жоқ па деп. Екінші, настороженность дейді ғой енді. Біз енді адам, мысалға дәрігер, бір ғана направлениеде ойланбайтын. Нефрологтар, мысалы, көбінесе біз көп аурулармен жиі кездесетін болғандықтан, біз көп аурулармен диагностика жасаймыз. Екінші біздің қарастыратын ауруымыз онкология. Онкология кезінде де зәрі қанмен араласып жүруі мүмкін. Осы екі ауру егер болмайтын болса, онда біз оны емдейміз. Бізге егер осындай өзгерістер болатын болса, онда біз фтизиатрды шақырамыз өзімізге. Фтизиатрға болмаса жолдама береміз науқастарға, болмаса онколог маманына көрсетеміз. Егер әйел адам болатын болса, гинекологқа көрсетеміз. Гинекология жағынан бәрі дұрыс па, дұрыс емес, соның бәрін қарау мақсатында. Сол себептен бұл жерде қан деген нәрсе пайда болатын болса, оның да түбірінде көп нәрсе жатуы мүмкін. Сол себептен оған біз бет алды қарамаймыз, қанның өзі бөлінеді. Мысалы, эритроцит деп айтамыз, оның өзі бөлінеді. Измененный, неизмененный, өзгертілмеген эритроцит. Егер ол өзгертілмеген эритроцит болатын болса, онда ол урологический. Если ол өзгертілген эритроцит болса, ол значит бүйректе проблема. Оның бәрі өзінің, былай айтқанда медицинада әр нәрсенің өзінің бір жауап беретін нәрсесі бар. Ол просто жайдан-жай болмайды. Сол себептен оны толығымен зерттеп, қарап, барлық аурулармен диагностика жасап, ем қолданып, науқасқа бәрін түсіндіріп, айтып, асқынулы жайлы, ол аурудың қандай аурулармен кездесетін жайлы бәрін толығымен түсіндіру керекпіз. Енді біз дәрігер болғаннан кейін әрине соның бәрін түсіндіріп, айтып, көрсетіп, бәрін көрсетіп, ауруханаға жатқанда, мысалы, біз специалистердің бәрін шақырып, көрсетіп, науқаспен жұмыс жасап, ары қарай біз емханаға актив беріп, емхананың дәрігерлеріне айтамыз, осындай науқас келді, осындай проблемалары болды, осындай проблемалары шешілді, осындай нәрселерді жасау керек деп, қолына біз бәрін жазып береміз. Жалпы енді нефролог болғаннан кейін көптеген аурулар
шығу енді келіп егер қарайтын болса астарында көптеген ауру жатуы мүмкін. Жақсы, рахмет. Енді соңғы сұрағымыз осы циститтің емі жайлы және циститті алдын алу жайлы бір қысқаша айта кетсең, жаңа алдында айтылды. Енді соған тағы қоса айта кетсеңіз. Енді циститтің емі бұл жерде антибактериальный ем тағайындаймыз. Екінші спазмолитиктер, енді ауру сезім басатын. Үшінші уросептиктар. Уросептиктерді енді біз 1 ай мен 3 айдың арасында тағайындаймыз. Енді алдын алу, сол енді адам енді өзін күту, жаңағыдай мұздай ішпеу, былай қарағанда қарапайым нәрселер ғой енді. Аяқты мұздай суға салмау, кондиционердің астында қалып қоймау, сквознякта отырып қалмау. Жалпы кіші дәретке шыққан кезде түсіне, оның иісіне, оның жаңағы объем моча дейміз ғой, шығып жатқан мочаның кіші дәреттің көлеміне, бәріне қарау керек. Өйткені зәрдің өзіне тән иісі болу керек, зәрдің өзіне тән түсі болу керек. Егер біз айтамыз науқастарға, егер сіздің зәріңіз көпірік болып, көпіршіктеніп кетіп жатса, значит сіздің жаңағы қандағы нәруыздің белоктың нәруыздің кіші дәрет арқылы, бүйрек арқылы кіші дәретке шығып кетуі мүмкін. Сол себептен сіз жаңағыдай осындай анализ тапсырыңыз. Егер оның түсі өзгеріп, жаңағыдай температура мен ауру сезім болып жатса, онда ол жерде гной дейміз ғой, іріңнің пайда болуы мүмкін. Бүйректің карбонкул деген аурулары да сондай пайда болып қалды ма деп ойлаймыз. Егер ол қан болатын болса, жаңағыдай басқа да ауруларды, бүйректің өзіне тән ауруларын қараймыз. Сол себептен бір зәрдің өзі көп нәрсе бізге мағлұмат береді. Жақсы, рахмет. Барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сіздерде осы цистит мазалап жүрген болса, осы номерге хабарласып, онлайн консультация алсаңыздар болады. Және де каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі тақырыбымыз пиелонефрит және гломерулонефрит жайлы болады. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.